Баршаңызға қайырлы күн. Кеше түнде дайындап кеткен капуста маринадымыз бүгін уже дайын болып тұр. Қытырлап, күтірлеп, әдемі әрбір тамақ ішкен кезде тамақпен бірге беретін болсаңыздар, жалпы адамның, балалардың асқазан ішек жолдарының жұмысын жақсартады. Егер де рецепт қажет болса, қазір салатын боламын. Ең алдымен каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Баршаңызға сәлем, YouTube каналының оқырмандары. Бүгін сіздерге әдеттегідей пайдалы ақпаратпен шығып отырмын. Бүгін сіздерге капуста маринады туралы айтатын боламын. Ең алдымен каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге қажетті заттар: капустаның 2 капуста, одан кейін қызылша, піспеген қызылша, сәбізді теркадан өткізіп аламыз, және бірнеше бас чеснок немесе сарымсақ дейміз. Енді капустаны әдемілеп жуып аламыз да осылай 2-ге бөліп, ірі-ірі қылып турап аламыз. Мен өзімше енді 2 капустаны көрейін дедім. 2 капустаның өзі бірнеше ыдысқа сыйып кетуі мүмкін. Сондықтан да әзірге 2 капустаны алдым. Міне осылайша майдалап емес, ірілеу қылып тураймыз. Қазір турап бастадым. Қарап отырсаңыздар, енді капустаның барын жуып алып, тазалап, тамақпен қосқанға, және капустаны білесіздер, ол асқазан ішек жүйесіне өте пайдалы. Мынау әсіресе задержкасы бар балалар, тілі шықпай жүрген балаларға осы капустадан көбірек беру керек. Әсіресе квашеная капуста. Мені астына қарап жылжысаңыздар, осы видеолардың квашеная капустаның да рецептісі бар. Енді мені бәрін турап алғаннан кейін мен банкаларды жуып алдым да осылай барлығын жекелеп салып шықтым. Бірінші капустадан бастадым, нығыздап салып, одан кейін ары қарай сәбізден, ары қарай қызылшадан жекелеп салып шықтым. Қарап отырсаңыздар, капуста өте майда емес, ірі-ірі, 4-бұрышты, өзімізге жеуге ыңғайлы, яғни әрбір тамақпен, қыс мезгілінде мен көбінесе жалпы мынандай помидор салат деп жатамыз ғой, сицилий деген сияқтыларды жаппаймын. Ол отбасыма негізі алдын жабатынмын. Қазір көп желінбей қалып кеткендіктен тек қана қыс басталса, суық басталса, күз басталысымен мен осы квашеная капуста немесе осындай маринадталған капусталарды осылай бір 2 апта, 3 аптаға жететін қылып жауып қоямын. Міне қараңыздар, бірінші капуста салдым, одан кейін сәбіз, одан кейін осылай қызылшадан. Өзіңізге байланысты қалай турасаңыз да, оны сәбіз сияқты теркадан өткізсеңіз де болады, немесе 4-бұрышты қылып турап қойсаңыз да болады. Бір үлкен қызылша маған жеткілікті болды. Мені қараңыздар, енді жылдамдатып барлығын тез осы светофор сияқты қылып салып шықтым. Капуста, сәбіз, одан кейін қызылшаны салдым. Бәрі нығыздап салып алғаннан кейін ғана уже мен маринад суына көшемін. Міне тағы да бәрін анықтап, видеоны жылдамдатпай сіздерге салып шығып жатырмын. Қызылшамыз піспеген қызылшаны салып қоя саламыз. Ендігі кезекте маринадтың соғын дайындаймыз. Міне құмшекер салып жатырмын. 6-7 қасық, ас қасық құмшекер салдым. 4-5 қасық ас тұзын салдым. Одан кейін толтырмай 2-2,5 ас қасық кәдімгі уксус салдым. Пищевой уксус дейміз ғой. Осындай уксусты құйдым. Енді осы қайнап тұрған судан, соғынан жаңағы банкаларға бәрін бірдей етіп, теңестіріп, бөліп құйып шықтым. Қайнап тұрған су болу керек бастысы. Жаңағы тұзымыз да, құмшекеріміз де барлығы еріп кетті. Міне мен қазір жылдамдатып барлығын құйып жатырмын банкаларға. Осылайша бізде әдемі тамаққа күнделікті аппетитті ашатын, асқазан ішек жолымызды реттейтін дейміз. Осындай капуста пайда болды. Бұл тез арада дайын болатын
күнделікті салатпен тамақпен қосып жейтін бір салаттың түрі деп есептеймін. Осылай сіздер жасап көріңіздер. Рецепт ұнаса лайк басыңыздар, каналға тіркеле кетіңіздер және достарыңызбен бөлісе кетіңіздер. Мен қуанып қаламын. Ал баршаларыңызға сәттілік. Егер де өздеріңіз осылай жасайтын болсаңыздар, менің парақшамды белгілеуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.